Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін біз өте дәмді, балалар өте сүйіп жейтін апельсинка тортын жасаймыз. Алдымен 4 жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уыз бен сары уызын бөлгеннен соң ақ уызымызды жақсылап өзінің формасын аппақ болып ұстағанша шым-шым тұз қосып миксерлейміз. Біздің ақ уызымыз көпіршіді, содан соң үстінен біртіндеп жұмыртқамызды қосып отырамыз. Жұмыртқамыздың аппақ болып, қою болып өзінің формасын ұстағаннан соң үстінен жұмыртқамыздың сарысын біртіндеп қосып отырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын қосып болғаннан соң ванилинімізді және де ұнымызды біртіндеп қосып отырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан соң формамызға пергамент қағазын төсеп 180 градуста пісіріп аламыз. Бұл уақытта біз бетіне шербетін дайындаймыз. Қантымызға азырақ суымызды қосып ерігенше ертіп аламыз. Содан соң біздің бисквитіміз піскеннен соң бетіндегі қабыршығын алып тастап, шербетімізді біркелкі етіп жағып шығамыз. Бұл біздің бисквитіміз сочный болу үшін қажет. Енді сливочный слойын дайындауға кірісеміз. Желатинімізге су қосып, шетке қойып қоямыз. Біздің творогымызға қантымызды, ванилинімізді, содан соң сметанамызды қосып, жақсылап миксермен немесе блендермен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Содан соң сливкиімізді, 30%-дан жоғары сливкиімізді қою болғанша жақсылап миксерлеп шығамыз. Үстінен творожный массамызды біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Жаңағы желатинімізді газде баяу отта ертіп аламыз. Салқын күйінде біздің сливочный слойымызға қосып отырамыз. Сіздердің желатиндеріңіз ыстық болып қалмасын, себебі сіздерде массаларыңыз басылып қалуы мүмкін. Содан соң біркелкі етіп араластырып болғаннан соң үстінен қойып холодильникке жарты сағатқа қатқанша қойып қоямыз. Біздің желатиніміздің үстінен апельсинімізді қосып ерігенше қойып қоямыз. Міне біздің апельсиніміз слойымыздың желатині еріді. Үстінен апельсинімізді қосып біркелкі болғанша үстінен құйып шығып холодильникке қатқанға оны да қойып қоямыз. Содан соң біздің апельсиніміз бетіне әрлеуге қажет. Видеодағыдай турап шығып, біздің апельсиніміз қатқаннан соң беті қатайып, әдемі болып шығады. Үстінен сәндеп әрлеп шығамыз. Мұны видеодағыдай әрлесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша мята қосаңыздар болады. Басқа да түрлі түсті тәттілермен әрлесеңіздер болады. Міне біздің осымен апельсин тортымыз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.